Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы өте оңай, яғни әрбір қыз-келіншектің үйінде бар заттан тұратын пирогтың дайындау жолын көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, оның үстіне қант салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Кейіннен айранды құйып, тағы да кішкене араластырып, ұнымызды електен өткізіп, салып, үстіне разрыхлительді де қосып жібереміз. Сосын бір келкі қамыр болғанша жақсылап араластырамыз. Кейіннен сухофрукт немесе осындай жаңғақ қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да әдемі шығады. Формамызды майлап, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Оның дайын болғанын осындай ағаш таяқшамен білсеңіздер болады. Осы күйінде қалдырсаңыздар да болады, бірақ мен осы жолы осылай сироппен жағып, үстіне крошка сеуіп әдеміледім, немесе сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және менің рецептім ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.